Баршаға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі тез дайын болатын оладьи дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен керекті заттарымыздың барлығын видеода көрсетілгендей етіп араластырып алатын боламыз. Жұмыртқамыздың үстіне 4 ас қасық қант ұнтағын салып жақсылап араластыратын боламыз. Бұл жерде бізде айран қолданамыз. Айранды осылай қалауларыңыз бойынша көптеу қаласаңыздар, егер үлкенірек кеседе алсаңыздар болады. Міне осылай жақсылап араластырып, жұмыртқамыздың үстінен салатын боламыз. Міне осылай видеода көрсетілгендей жақсылап араластырамыз. Және де үстінен жарты шай қасықты ас содасын қосамыз. Міне ас содасынан соң біздің массамыз кішкене ұлғаяды. Осылай көпіршіктер пайда болады. Және жақсылап араластырып, үстінен жарты шай қасықта тұз салатын боламыз. Оны да осылай араластырып аламыз. Және де үстінен ұнымызды аз-аздан сала отырып араластырып алатын боламыз. Мен де ұнымды алдын ала електен өткізіп алғанмын. Міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осы қоюлықтағы масса шығу қажет. Тапамызды қыздырып аламыз. Және де кішкене осылай сұйық май құйып жібереміз. Міне осылай бір ас қасықтың көлемінде салып пісіре беретін боламыз. Міне осылай екінші бетінде аударып пісіріп аламыз. Осылай екінші жағын аударған кезде оладьиларымыз осындай болып, әдемі болып, пышны болып көтеріледі. Міне видеода көрсетілгенде осылай екі жағын қызартып пісіріп алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып көтеріліп, оладьиларымыз дайын болды.
құрметті көрермендер, видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, менің парақшамды қолдап кетіңіздер.